таңертеңгі эрекция болу керек. Тұру тұрмау ол қан тамырларына тікелей байланысты. Қан келсе ол тұрады, қан келмесе ол тұрмайды. Ортада не көмектескеніміз? Ағза 40 жасқа жақындаған кезде өзінде көптеген аурулар жинай бастайды. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы. Бүгін бізде қонақта өте тәжірибелі маман, уролог-андролог Еркебұлан Ермағанбетұлы. Біз бүгін осы ер адамдардың 40 жастан кейінгі жыныстық белсенділігі, либидо мәселесі жайлы әңгіме етпекпіз. Жалпы осы адамдардың 40 шамасына келе бастағанда ғылыми зерттеулер бойынша белгілі бір либидосы, гормондары төмендей және де жыныстық белсенділікпен проблемалар пайда болады деген көптеген жаңағы ақпар бар. Сол бойынша әңгіме етсек, оған не алып келеді және оның алдын алуға бола ма? Әлде бұл қатып қалған заңдылық па? Егерде адам жасы 40-қа жақындай бастаса, міндетті түрде жаңағы бұрынғыдай, жаңағы 30 жасындағыдай белсенділіктің болмайтындығы. Организм, ағза 40 жасқа жақындаған кезде өзінде көптеген аурулар жинай бастайды. Жаңағы қант диабеті, жаңағы артериальный гипертензия дейді, және де көптеген аурулар болады, жаңағы стресспен байланысты, жүрек қан тамырлары, соның барлығын жинай келе, оған 30 жастан кейінгі гормондардың төмендеуі, оның барлығы келіп әсер ете бастайды. Адамда ешқандай ауру болмаса, мысалға, бірақ жаңағы белсенділігі төмендей бастайды. Онда да байқау керек, не себепті адамда түн ұйқысы дұрыс болмаса, өз организмнің восстановлениесі қалпына келуі түнде болады. Ол сағат 11-ден 3-тің аралығында, әрі кетсе 4. Сол аралықта адам ұйықтау керек. Сол аралықта ұйықтаса, ол ұйқы қанады. Егер ол 5-те 6-да жатса, 10 сағат ұйықтасын, 12 сағат ұйықтасын, оның ұйқысы қанбайды. Өйткені жаңағы основной восстановление сол уақытта болады. Ер адам қалай байқайды өзінің жаңағы тестостероны ұйықтағанда қалпына келген? Таңертеңгі эрекция болу керек. Әр ер адамда таңертеңгі эрекция болады. Қазіргі көп ғалымдар жаңағы жүрек қан тамырларымен айналысатын, жаңағы болашақта инфаркт бола ма, болмай ма, солардың кейбір белгісі эректильный дисфункцияны жаңағы пайда болуы, таңертеңгілік эрекцияның жоғалуы. Ол да қатты әсер етеді. Менде бір науқас болды. Ол, мысалы, 10 жыл түні бойы жұмыс істеген. 10 жыл бойы. Күндіз ұйықтайды, түнде жұмыс істейді. Ода осындай проблема басталды. Жаңағы тұру-тұрмау жағынан. Бармаған жерлер жоқ. И маған да келді. Маған өте қиын болды, өйткені мен қарадым. Көп маманда болған, көп дәрін ішкен, бірақ көмектеспейді. Анализдерін қарасақ, барлығы да былай қарасаң жақсы сияқты. Мен ол кісіге айттым, көмектесуге сізге тырысам, алдын алам. Мен науқастарға солай айтамын. Мен сізге көмектесуге тырысам, өзімнен керектің бәрін істеймін. Бірақ біз бірге жұмыс істеуіміз керекпіз сізбен. Ол болмайды, мысалға, егерде ол жұмысында отырады, жұмыстан кейін жаңағы ішімдік ішетін болса, темекі шегетін болса, түн бойы ұйықтамайтын болса, онда мен оған жаңағы жазып берген емінің еш пайдасы жоқ. Дисфункциядан проблеманы ол шешеді, дәрі ішіп жүрген кезде ғана. Ертең дәріні қояды, ал образ жизни он не поменял. Ол проблема сосын қайтып келеді. Өмір салтын өзгертпесе, ол қайтып келеді. Мысалға, мына жігітпен сөйлестік, ортада не көмектескеніміз, түн ұйқысын жақсартты ол. Бір ай бойы түнде ұйықтай бастады. Қиын болды басында. Мысалға, сомнолог деген дәрігерлер болады, түн ұйқысын жақсартатын. Сол кісілермен бірлесіп жұмыс істедік. Бір айдан кейін барлығы жақсарып кетті. Ауысты күндізгі жұмысқа. Өзі айтты, ақшаның финансы жағынан қиналып жатырмын деп жатыр, бірақ денсаулығым басқаша. Өйткені түнде ұйықтамайтын адам, ол 3 рет тезірек қартаяды, сол қалыпты 3 рет тезірек ауруға тез шалдығуы мүмкін. Избыточный масса тела қазір салмағы үлкен адамдар жиі кездеседі. Бізге де приемға келеді. Онда көбісі келген кезде айтады, осылай, осындай проблема бар деп. Менде науқасым болды.
салмағы 95 килограмм. Жасы? Жасы 48 ба, 47 ма, қазір нақты айта алмаймын. Но бірақ 50-ден аспайды, бірақ 45-тен төмен емес. Ода жаңағы артық салмақ болды. Оған өте қиын болды. Жүргенде аяқтардың буындары ауыратын, мысалға. Ол кісі арықтады, толығымен өзінің денсаулығына кірісті, жұмысты бәрін қойды, мысалға уақытша. Салмағы 75-ке дейін артқан кезде, ол ең бірінші келіп айтқанда мен ұйқым ғана бастады. Бір, екіншіден бұрын жаңағы түнде қорыл болатын дейді. Қорылдаудың өзі түрлері болады, мысалы искривление перегородки болады, мысалға язычоктың үлкен болуы, мысалы аденоиды болған кезде, бұл кісіде жаңағы үлкен салмаққа байланысты болған. Салмақ үлкен болған кезде, оны жаңағы кислородпен қамтамасыз ету ағзаға қиын. Сол себепті салмағы үлкен адамдар көбісі шаршап қалады. Шамалы жүрген кезде, лестницамен көтерілген кезде, ол өзінде жеңіл сезінім дейді. Соны айта келе жаңағы эректильный дисфункция проблемасы 90%-ке шешілді. Бірден деп айта алмаймын, өйткені стрессовый жұмыс ода қалды. Бірақ 90%-ке шешілді, жақсардым, бірақ бір проблема болды. Киімдері үлкейіп қалды. Окислительный стресс деген болады. Социум, мысалға, проблемалар қазір көбейіп отыр адамдар, мысалы кредит дегендер бар, мысалға социальный, настороженность, напряженность деген, мысалы агрессивті, социальный, и ол жаңағы өзін қорғау үшін ол да сондай бола бастайды. Ол да дополнительный жаңағы қосымша стресс болады организмге. Темекінің әсері өте көп, өйткені темекі былай бас кезінде никотин организмге жаңағы расслабление вызывает, бас кезінде шегіп жүрген кезде. Өзі шегетін адамдар біледі, алғашқы 5 жылдай ол кәдімгі расслабление, шаршап келеді, темекі шегеді, жақсарып жаңағы спокойно өзін жақсы сезінеді. Кейбір адамдарда бастапқыда белсенділігіне еш әсер етпейді. Еш әсер етпейді, даже наоборот сосуды расширяется дейді, қан тамырлары кеңейеді. Біз білеміз жаңағы тұру-тұрмау ол қан тамырларына тікелей байланысты. Қан келсе ол тұрады, қан келмесе ол тұрмайды. Сондай темекі не болмаса жаңағы ішімдік, ол басында сондай әсер береді. Уақыт келе 5 жылдан кейін оның әсері сезілмейді. Сол кезде жаңағы егерде ол күніне 1 темекі, 2 темекі, 3 темекі шегетін болса, ол саны көбейе бастайды. Кейде даже 1 пачкаға дейін жетеді күніне. Ол шет, бірақ эффект жоқ. Бұнда уже көбейген сайын әсер бермейді. Бірақ ағза талап етіп тұрады никотинді. Сосын уақыт өткеннен кейін оның эффектісі басқаша болады. Басында ол тамырды кеңейтсе, содан кейін ешқандай әсер етпесе, уақыт келген сайын никотиновый зависимость болған кезде ол қабылдай береді. Никотин ол басқаша жаңағы тамырды кішірейтеді, диаметр сужать етеді. Сол кезде келу қиындайды. Сол себепті бізде көп жағдайда айтады ғой, жаңағы жүрек қан тамырлары алдын алу үшін жаңағы темекі шекпеу керек. Кейбір науқастарға келеді, айтады, мен атам бар, менің ағам бар, менің көкем бар, олар өмір бойы темекі шегіп келе жатыр, ешқандай әсер жоқ. Ондай адамдар бар, олар бірақ сирек кездеседі. В основном массе көбісінде ол проблема туғызады. Жиі болатыны сол жаңағы интеллектуальный нагрузка. Егерде әр адамның жұмысы жаңағы санау, мысалға ойлаумен байланысты болса, планировать ететін болса, онда ол физический жұмыс қалай? Ол жұмыс істедіге кетіп қалды, демалды, жұмысы қалып қойды жұмысында, интеллектуальный нагрузканың бір жаман жері, ол ұйықтап жатса да ол соны ойлап жатады. Алып жүреді өзімен бірге алып жүреді. Ол қатты эмоциональный стресс береді. Мен науқастарға айтамын, жұмыста алу керек. Егер де жұмысты өзіңізбен алып келсеңіз, мына жерде тұрса, ол сізді жеп қояды. Біріншіден, сіз жұмыста емессіз, сол проблеманы шеше алмайсыз, ол басыңызда тұрады. Ол проблеманы шешуін тапсаңыз, ұйықтап тұрғаннан кейін сіз оны ұмытып кетесіз. Солай ғой, мысалға, жатарда барлығы ойлайды, ертең дүниені
қарам жоям келесі күні уже оның барлығын ұмытып энергиясы жоқ, өйткені түнде бүкіл энергиясын жұмсап тастады адам ойша. ой деген ақыл физический жұмыспен салыстырған кезде стрессті 5 есе көп вызывать етеді. 5 есе көп болса, ол 5 есе организм истощать етеді. Ол әрине байқалмайды, кәдімгі адам арық болып, не болмаса истощен болып, жоқ, ол жаңағы керекті микроэлементтер адам қабылдамайды. Сол кезде 40 жастан кейін, осы 35 жас болсын, адамдар өздері сезе бастайды, бірдеме жетіспей тұрған сияқты. Бірдеме тәтті жегісі келеді, біреу ащы жегісі келеді, қышқыл жегісі келеді. Ол жаңағы бірінші жаңағы сигналдар басталады. Организм микроэлементтердің жетіспей жатқан. Және де осына дефицит болған кезде, оған ақырындап жаңағы генетический предрасположенность деген болады. Жүрек қан тамырлары ауруы болуы мүмкін, мысалы давлениесі да тұқым қуалайтын. Және де оған сахарный диабет қосылуы мүмкін. Егер де ол өмір бойы жұмысы отыратын болып, өзі спорт зал не болмаса, аз қозғалатын өмір болса, ол да әсер етеді. Спортпен қатты айналысу керек. Қатты болған кезде андай спорт емес, буындар ауырғанға дейін залдан құлап шығған жоқ, жүгіру керек. Тұрақты түрде өзіне ыңғайлы, әр адамға өзіне ыңғайлы бір белгілі бір спорт түрі, белгілі бір нагрузка болады, өз организміне сай келетін. Алдағы бөлімдерде біз ер денсаулығына қатысты өзге де өзекті, сізді толғандыратын сұрақтарды қаузаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы урология, андрология саласы бойынша, онда төменге пікірге жазсаңыздар болады, маман міндетті түрде жауап береді.